Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат авторлық DETS формуласымен таныстыру. DETS, D деуіміз, E ерекшелігі, D десек те, S сол үшін. Биыл 2025 жыл жұмысшы адамдардың жылы, соған байланысты бір мысал келтірдім. D. Қарапайым жұмысшыларды қоғамның негізін қалайтын ең басты тірегі дейміз. Ерекшелігі олардың еңбегі әрбір қаланған кірпіш пен өсірілген өнімде көрініс табады. Десек те жұмысшылардың еңбек ақысы мен еңбек жағдайы жиі төмен деңгейде қалады. Сол үшін олардың еңбегін әділ бағалап, жағдайын жақсарту елдің дамуының кепілі. Д-ні деуіміз дегенді, егерде дейміз дегенді, қиын болса, сіздерге тезис қып алсаңыздар болады. Сол кезде TETS десеңіздер де ыңғайлы. Жалпы мұнда қарама-қайшылық та, өзектілік те шешімде тұр. Аңғара білген маманға. Лайк пен комментарий сіздерден болсын. Кәделеріңізге жарасын, тәжірибелеріңізде қолданыңыздар. Сау болыңыздар.